var edi, biroq dekarda proфессияны bo'ladi deb o'ylayman. Сол үшін басқа тарау бойынша оқығанмын. Ғаламда 4 жыл экономика тарауы оқығанмын. Сол мен қазір ойлаймын. Себебі біріншіден ол не екенін түсінбей тұрып баста кірген уақытта ол түсінбегенмен не қатысында қандай тек жаңағы қайсы тіл, қайсы пәндерден экзамендер жақсы тапсыра алсам, сол бойынша оқимын деп. Сонда да бірақ бәрібір іштегі қызығушылық жеңіп шықты. Сол 4-ші курс біткенімен дегенше курсларға қатынап, стажировкаға барып, сол IT тарауына кіріп кеткенім мүмкін. Енді ойлап қараса, 4 жыл құрып кеткен күйеледі. Енді мысалы артқа қарап ойласа, сол егер сол IT бойынша бастамаса оқығанда, одан да алтын болар еді деген сұраулар бар. Одан тысқары сол компанияларда істеу міндетті. Өзі Samsung'da 3,5 жыл істеген болсам, басқаға 2 жыл көп зат үйрендім, растан пайдасы тиді көп. Бірақ кейін 1,5 жыл өзіме ұнамай көп өзімді мәжбүрлеп істегенмін. Сол бір жағынан минус, бір жағынан плюс. Минус жағы 1,5 жыл жоғалтқаным, мысалы, соғықта мотивация болмасы дегенім. Плюс жағы бар, плюс жағы, мысалы, сол қандай бір әрекет істеуде түрт болды. Сол басқа заттар, мысалы, мен өзім Google Trade соларға тапсырып көремін, бірақ ел білімім жетпейді, сол үшін азыз қайранамын деп қайран жүрдім. Соның эффекті болды. Кейін Facebook'ta da 6 жыл істеген болсам, соның 4 жылы жақсы болды деп ойлаймын, сол пандемияға дейін. Одан кейін 2 жыл онша ол жақта да онша мотивация болмады. Ол жерде де мысалы сол 4 жылдан кейін кетіп басқа затты қорғағанда және де болар еді деген ойлар бар. Бірақ өйтіп ойлайтұғын болса, ол реал емес затты бұл заттар. Сол үшін бәрібір қайтешілік қылып, содан түсініп, кейін содан сабақ алып давам ету керек. Меніңше сол. Жаңа сіз айтып отырсыз, 4 жыл қате кетті деп отырсыз ғой. Бірақ сол уақытта сіздің оқып жатқан уақытыңызда Өзбекстанда IT несі профессиясы да не дейді, жетекші қанегелер бар ма еді бірақ оқытатын да? Ташкентте оқыдым мен. Ташкентте учебный центрлар бар еді. Сол уақытта бір учебный центр ашылды. ЦПМП деген әзір жоқ болса керек. Центр поддержки подготовки молодых программистов деген бар еді. Студенттерге people программированиеден 3 ай үйретіп тұрмыз. Мысалы қазір учебный центрлар көп. Мысалы программирование үйретемін. Бірақ ол уақытта ондай зат аздау болғаннан кейін соған түрткі болды мысалы. Себебі менің өзімнің оқуымда озаттап үйретпегеннен кейін бәрібір қайсы жерде болса да бір үйретіп. Мысалы, енді қазір оның имканиеті көп. Емес. Соны айтқан қалда мен 2-3 сұрауым бар. Через игры, да, компьютерные ойындар арқылы әсірестен қызығушылық пайда болып кетті. Қазір біздердің үйде мен бүгін баламнан ертіп келгенмен сіздің қырмасын көрсін деп талабы компьютерные игры, и наверняка, көп адамдар и телефон, и компьютерда ойын ойнайды. Енді сіз тараптан қандай мәслихат болар еді, егер баланы келешекте сол IT тарауында өзінің жолын алып кетсін, жақсы алып кете алады деу үшін қандай именно ойындардың түрі бар ма? Может быть, да? Более целенаправленно адамның баланың мышлениясын сол, скажем, IT инженерингқа қалыптастырып баратуында мәселе.
Ол бір. Екінші сұрауым, сіз қазір бір проекттің үстінде істеп жатсыз. Бізде личный мағлұмат аз ғой, ләжі барынша қысқаша мағлұмат берсеңіз, ол қандай проект екенін. Бірақ енді жаңағы жаңалықтардай оқыдық, там мультимиллионный проект, үлкен проект деп түсіндік. Біздер сол не хақында екенін қысқаша айтып берсеңіз. И үшінші сұрау, сіз өзіңізді бір, скажем, 5 жылдан кейін, и 10 жылдан кейін өзіңіз қай жерде көресіз? И может быть еще последний сұрау егер пляж болса, біздердің аймағымыздың жастардың IT ұқыптылығы, потенциалы, келешекте мысалы үлкен, мәселен сіздей болып, IT коллегиясы болып, шығатындай потенциалын ассессмент, іздеу, оценка беру мүмкіншілігі болды ма, болмады ма? И болған болса, сіздің режеңіз конкретно бар ма? Мысалы аймақтың жігіттерін, қыздарын келешекте бір тәйірлаған қалда системный түрде, енді системный түрде тәйірлаған қалда сондай бір проектлерге қосу, публикат етуді. Кешіріңіз, көйікке сұрау? Рахмет. Зор сұрау, рахмет. Сұраулар. Бірінші ойын туралы еді, екінші бізде проект туралы, үшінші бізде командамызбен ойласқан алдық. Бірінші мәселе, ойындар мәселесі өзін жаңа түрткі болады деген емес, сұрауға жауап бере алмай қалдым, бірақ бір аналогия бере жатқан да, мысалы ойын деген бірінші көзге түсетін затта, компьютердің ол бір мощты, ол результат. Біреулердің жұмыс результаты, сіздер бір ұзын здание көрсеңіз, бірінші көзге түсетін затта компьютер туралы. Басқа заттар қызықтырмайды, мысалы, Total Commander деген, Total Commander емасына, Windows'ды қызықпайды да ешкім, адамдар, атап келсең қызығар. Бірақ ол бірінші жаңағыдай хук қылатын затта да, әтібарын алады. Мысалы, адамды көргенде бойы, беті, мысалы, түрге алады. Бірақ одан кейін мәселеге өту керек та. Бірақ көп балалар қап қояды, сол хукта қап қояды, дальше зерттемейді. Мысалы, мен өзімде сайттар мені хук қылды да, интернет мені хук қылды. Ойындар емес, 1 секундта Mail.ru деген бар еді. 1 секундта мен Россиядағы біреуге хат жібере аламын. Имейл, біздің бір братқа бар еді, шетелде оқып жүрген, соларға имейл жазып, ол қандай құдіретті зат та. Әзіргі балалар ол автомат түсініп кетеді, как будто уже hangi зат тайып алғандай. Бірақ біздер, мен соған шүкір етемін, потому что біздер сол эволюциясының бір орталарында ұшыраттық та компьютерді. Енді жетілсіп, енді көріп, қазіргі балалар тек уж бесікте жатыр, готовы жаңағы 5G сондай интернеттерге сразу нетеді да. Бірақ уақытта біздер үшін, біздер алдын зорға кетіп жүретіп қой. Телефонға салып, бір минутына 1000 сом, және 10.000 сом төлеп, біреулерге байланысу үшін. Бірақ олар қандай құдіретлі екенін сездім да. Оны сезгеннен кейін екінші мәселе болады, ол баланың өзіне байланысты, мынандай любознательность деген болады да адамда. Машиналардан мысалы, машина қызығады, бірақ бір балалар болады, ішін ашып көреді, моторы қандай істейтін, неге балон айлана тұтты. Мен сөйтіп қызып басам да, интернет деген қандай өзі, қалай байланысып жатыр, сымлармен байланысып па, сайт деген қандай, сайттың ішілерін ашып, HTML код, CSS, сөйтіп ішінде мысалы бір сайтқа кетіп көретін, Rambler деген бар еді уақытта. Орында мен Бек деп өзімнің атымды қоятын да, ішінде кодларға кіріп, мен енді әмме миллион адам көріп жатыр деп ойлайтын да, бірақ негізі ол тек біздің локальный зат екен да, өзгерген. Бірақ сондай ішін ашып көріп бастайды да балалар. Бірақ енді о жағы уже психологический мәселе да. Қалай оларды қызықтырушылықты үйрету, мысалы, неге ойын бұндай өтіпті деп. Жаңа любознательностьке байланысты да. Бірақ өзім лишний салаймын, ойын бір уақытты ең зиян өткізудің ең жақсы жолдарының бірі бір ойын ойнау. Ойын ойнағанда адамның миы минимум жұмыс істейді да, почти жұмыс істемейді. Мысалы, кітап оқығанда қатты қиналып содан кейін адамға ұйқысы келіп бастайды. Өзі ми сондай қылып жаратылған оптимизация бар, постоянно бір зат істей береміз, себебі сол аңсап болып қалды да миге. Уже автопилот. Компьютерға отырғанда сразу ойын. Бірақ тоқтап тұрып, сознательно компьютерға отырдың ба, мен ойнамаймын деп,
жаңағыдай не үшін ойын қайтып істейтінін көрсетіп, жаңағы Scratch деген жақсы программалар бар. Балаларға айту керек та, давай өзі бірге ойын істеп көрейік, ямаса ойынды өзің істеп көр. Бірақ өзің істегенде ол наслаждение дүниедағы ең жақсы рахатлардың бірі да өзің істеген зат. Өзің кішкентай әйтеуір келіспейтін ойын болса да әйтеуір өзің істеген, өзіңнің қолыңмен істеген. Соны бір тартып көру керек та дәмін. Сондай өзің істеген зат. Сол бірінші мәселе. Сол үшін сайттан бастаса болады, ямаса өздері мобильный приложение, давай өзі істеп көр. Мен сөйтіп класстың әммесін айтып жүрдім, саған сайт істеп берейін ба, саған сайт істеп берейін ба. Қазір наоборот қой, маған айтып жүреді, мен уақыт жоқ деп. Бірақ уақытта сондай дәрежеде қызыққанмын, сондай папа саған сайт істеп берейін ба, ямаса жораларға саған сайт істеп берейін ба, суретіңді қойып беремін, мына анау деп. Сол бірінші мәселе. Екінші мәселе, бізде проект туралы, бізде өзім Кореяда жұмыс істедім. Кейін Джастин Ким деген баламен, кореец бала. Сонымен танысып қалдық. Сөйтіп мен Амазонда Канадаға жұмысқа кеттім. Сол жақта жұмыс істеп жүрген уақытында ол маған жазды, менде мынандай идея бар. Мысалы, әркімнің ішінде бір сөйлескісі келеді адамдармен, бір дәртін айтқысы келеді. Соларға бір имканият жарату мақсатында давай приложение істейміз. Приложение кіресең, сөйтіп сенде бір психолог тұрады, сөйтіп қалеген уақытта сөйлесуге болады. Мысалы, әмеде де сөйлескісі келеді, бірақ достыңмен сөйлесе алмасаң, ямаса үйің ішінде айта алмайтын гәптер болады әмеде. Просто бір анонимный біреуге қалегеніңізді айтып тастайсың, ішіндегіні. Өзі психологический эффекті бар, сондай біреуге бір зат айтсаң, сол жеңілдескендей болады. Бір грузды, бір ішіндегі мусорды алып тастағандай да шетке. Сол ойладық, сөйтіп маған қатты ұнады, 10 минуттың ішінде өзіме жауап бердім, себебі қаттыға маған өзіме қызық болған проект еді. Себебі мен шетелде көп жүргеннен кейін біреумен сөйлескім келеді, өзімнің проблемам да. Сөйтіп ойладым, хотя бы өзімнің проблемамды шеше жақпан дедім да. Егер приложениені ешкім сатып алмаса, полный провал болса да, мен өзім хотя бы бір клиент болса да, мен өзім клиент боламын дедім да. Өзімнің проблемамды өзім шешіп бастадым. Қазір бірақ енді таза направлениелерді қостық, ол проект жаңағыдай кадрлар деңгейді күшейту бойынша коучингді қосыратпыз. Олар қазір бұяқта онша актуал мәселелер емес. Сол үшін азмас түсіндіру қиын, бірақ шетелде жүдә үлкен актуал мәселелердің бірі. Уже кадрлар мәселесі, кадрларды қалай елді күшейтуге болады. Соларға біздер мобильный приложениеміз бар, веб-приложение, соларды әзір бір елде рождандырып жатырмыз. Қысқаша сол проект. Үшінші сұрау 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін. Қазіргі уақытта менің личный өзім фокусым осы компанияны unicorn мәселе дәрежесіне көтеру. Unicorn деген не зат? Unicorn деген капитализация деген болады да. Сол компанияның value, бағасы, бағалануы. Мысалы, Coca-Cola деген неше триллион, үлкен миллиард долларлық та. Сол, хотя бы миллиард долларлық дәрежеге жеткізу, сол 5 жылдың ішінде. Сөйтіп, Қарабақстаннан шыққан жаңағы основательді тикашсыз Қарабақтардың бірі болған ең ірі компаниялардың бірі болу, сол главный мақсат болған деп. Сол дәрежеге жетті дегенге уже оған ешкім жетуге шекем өзімім ойлап атқан әртүрлі елде өзімді формировать етуім керек. Инсан сипатында, кадр сипатында сол дәрежедегі компанияның бастығы болу үшін қазір мен оған лайық деп ойлаймын өзімді, бірақ сол лайық дәрежеге жету сол мақсат. 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін. Бұдан кейін де ұшырасулар бар екенін набат қалған қалды. Масыроларға қысқаша айтып беруге қарекет еттім. Әзіргі дүния жүзінің жастарының сұрауы көпшілік енді әзір көбірек ерінжек, һәм тез жаңағыдай сұраулар тез берілгендей, тез информация қабылдап, тез жаңағыдай өз жолын тапқысы келеді. Әммеңіз магистратураны бітірген адам сұхбатында қалай әзіргі жастарға ұсыныс бере аласыз? Диплом шарт па, яки шарт емес па IT даруына кіру үшін? Мен айтып жүрейін ба? Мен өзім ұстазлар семьясында өскен үшін мен постоянно образование.
улума общий мен ойлаймын, адам тек бір направлениемен, тек кішкентай мектебінен тек IT деп кетсе, ол адам вообще бірінші нәубетте как адам сипатында бір скучный адам болады да. Басқа зат сөйлесе алмайсың да. Ондай адамдар көп, атырапта да көп көреміз. Ол кейін бәрібір кесет береді, бәрібір карьерный ростқа, кейінде бәрібір өзіңізге ұнамай қалуы мүмкін. Мысалы, мен өзімім қазір IT болғанмен тек код жазбаймын, қазір қалай адамдарды басқаруға болады, қалай проектті басқаруға болады, сол сұраулар, я болмаса экономический жағы, компанияның финансовый жағы, сол сұрауларын көп ұшасып отырыпты да. Сол үшін адам, мен өзім ойлаймын, баланспен көтерілу керек адам. Тек бір нәрседен кетсе, онша кеспейді. Соның есебінен меніңше ілаж болса оқыған жақсы, ұлыма. Образованный адам болу керек, адам интеллигентный болу керек. Көп затлар шешіледі. Yok, sana ағаға жоқ деп. Ассалаумағалейкум. Менің сұрауым тікелей карьерамен байланысты. Себебі ендігі ай Құдай қаласа Кореяға оқуға кетіп бара жатырмын. GKS грантын оқыдым. Бакалавр жөнелісіне. Жөнелісім software engineering. Һәм сіз өзіңіздің тәжірибеңізді келіп шыққан халда маған қандай программа или шынығулар жөнелісінде ұсыныс ете аласыз. Маған жақсы инженер болып жетісумен, software engineer болып жетісумен сояқты жүр. Бакалавр дедіңіз бе? Меніңше қазір ешсат қылу шарт емес. Просто егер сол тарауға қызығыңыз болса, сол мәселен программированиеге уже азамат тәжірибе болса, тек сол бойынша істеп жүре беру керек деп ойлаймын. Себебі бакалаврда ояқта оқыған болсаңыз, ол жерде жақсы фундаментал білімдер беріледі, андай курслар болады, көп андай компьютер технологияларын фундаментіне шекіп үйрететін курстар болады. Соның үшін менің ойымша оған бір бөлек даярлық керек емес. Бастысы енді қиын болуы мүмкін. Бастағы бір-екі семестр еш болмағанда, себебі ол системаға үйренумен дегенше. Бірақ меніңше сол жердегі беріліп жатқан курслар, тапсырмалар болма, соларды уақытында егер істеп жүрсе, меніңше ешқандай проблема болмайды. Сол тек енді сол қызығушылыққа да байланысты. Мәселен, курслар болады, ол жерде енді практиканың бакалаврда меніңше онша уақыт болмайды. Неде? Уақыт көп. Курс көп та себебі. Сол үшін уақыт андай бос уақыт аз болуы мүмкін да. Бірақ егер сол қызығушылығыңыз болса, бір затқа соны құры андай бос уақытты құры өткізбей, сол бойынша істеп жүрген меніңше пайда болады меніңше. Әсіресе Кореядай жоғары жаңағы конкуренция күші да, баға бұяқта мен өзімді мегамозг деп жүретінімді, ақылы беске артайын өтіп, бірақ Кореяға барған уақытта вообще өзім тупой екенін сезімді. Олардың атырабына дым конкуренция күші, содан кейін атабек айтқандай уақыттан болмайды, онша себебі экзаменге дайындалу керек тек библиотекада, тек уақытыңыз библиотекада өтеді почти. Бірақ қосымша уақыт тек спортқа неге қалуы мүмкін, былайша демалуға, атак сол оқуға ілгеріп жүргеннің өзі жақсы үлкен гәп болады. Және бір зат қосайын деп едім, сол бакалаврда оқып жүрген уақытта, әрбір бір курстан курсқа өтетін уақытта жұмыс керек болады. Сол уақытта енді бұл жерлерде қанша кең тарқалғанын білмедім, бірақ шет елдерде стажировкаға барады. Сол бірінші курс біткергеннен бастап барады. И мысалы Фейсбукта істеген уақытта біздерге көп стажерлар келетін еді. Бірінші курстан кейін келіп жатырғандар бар, екінші курстан кейін келіп жатқандар бар. И олар сол 4-ші курс біткеріп шығаман дегенше уже жұмыс опыты болады да. И егер екі кадрды салыстырсақ, біреу тек университеттің программасы бойынша оқыды, бірақ практически қылмады. Екіншісі оқыды и жаңағыдай стажировкалерге барып жүргендер болса, уже таяр әдеуір алдыңға сүрілген болады. Сол үшін сол затларды қылуды мәслихат берген болар едім. Сол бірінші курстан бастап
қайсы компанияларда істеуге болады. Және шет елде енді бұл жердің үлкен парқы меніңше енді әзір өзгеріп жатқан шығар бұл жерде, бірақ проактивный болу керек. Мысалы сіздерге тек мына сабақтар өтесіз, әмес сондай болады деп айтпайды. Өзіңіз сайлауыңыз керек сабақларды. Мысалы бір сабақларды қазір алып, басқалар кейін алып, ямаса ізбезілігін әмесін соны өзіңізді ойландыруға мәжбүр етіп, сол затлардан меніңше максимал пайдалану керек. Және стажировканы күтіп жасау, егер стажировкада келіспесе, мен личный өзім Кореяда оқып жүрген уақытта уже 3-2 курстарда біз команда формировать етіп, стартап бастауға үйреттік. Дұрыс жасаймыз бе. Мен өзім ролім как технический директор болып, сол сайтларды істеу, мобильный приложение, сол кеште библиотекадан отырып бірге проект істеп жүрдік та. Ол қазірге ешкім ойлайман ең жақсы қылған затлардың бірі, ең пайдалы. Себебі ешкім айтқан жоқ, ол жерде жаңа айтқандай проактивный болып, бизнесте мазмұн үстінеді адам, компанияға айтып істейді, жақсы опыт болса. Жолдаш, рахмет, сұрауларыңыз берсеңіз давам етеміз. Здравствуйте. Я хотел вопрос задать насчет безопасности. Как себя обеспечить от утечки данных? Утечки данных, cyber security. Кибербезопасность? Вопрос очень широкий, поэтому если есть какие-то специфические или не общие, общие. Қарпақшы айтса болады. Енді қазір барған сайын көп адамлардың жеке данныйлары интернетке жаңағы облако дейді, сол жақларда тұрыпты, сақланып жатыр. Сол үшін адам ол жақларынан уже ойлап бастау керек. Мысалы, ең апайы мысал, бұл жерлерде кредит картының паролін сұрайды, мысалы, бұл жерде. Басқа жерде ондай емес, бұл жүдә ерсі нәрсе, басқа жерде паролін. Себебі озат, егер сіз басқа біреудің картасын біліп тұрып, паролінен білсеңіз, оны любой сумма шешіп аласыз да, ол любой адам. Соған ұқсаған, әрбір адам меніңше ол IT тарауында болсын, болмасын, сол кибербезопасностьті ең апайы затларын білу керек. Мысалы, парольдар, қандай парольдар қою, жаңағыдай іләжі барынша бірдей пароль қоймау әрбір системаға, құрамалылау қою, паспорт менеджер дегендер бар, таяқ сіз үшін сақлайды. Кейін программалардың әрқилы настройкілері бар. Мысалы, Facebook'та біз өз систем әмме көреді ма, ямаса тек достарын көреді ма, сол затлар. Одан басқа сол меніңше сол затларды онлайнда отырған уақытта айтады ғой, мысалы, интернетке шыққанда уже навечный қалады. Сол үшін интернетке қойған заттан сондай сол жақларынан ойланып қою керек. Және бір өзімде мен личный правиларым бар, мысалы, любой сайтқа регистрация жасасам, әсіресе үлкен сайтлар, как Instagram, Telegram, екі факторлы авторизация деген зат бар, соған обязательно қылу керек. Бірінші нәубетте сол затқа айтылар беру. Һәм парольді жаңа айтқандай тез-тез өзгертіп тұрған жақсы болады. Мысалы, әр 3 айда, 2 айда өзіңізге жаңағыдай есете тұрып бір зат қойсаңыз болады да. Календарға әр 2 айда өзгертіп жүреді, сондай правилар болса. Мен көріп бұяқта әсіресе көп адамдар парольдер біз бірдей, ямасы парольдерді 1-2-4 клиент ондай. Олар қатты апасын бір күні кесел жеп қалуы мүмкін да адам. Бірақ жақсы сұрау болды. Меніңше баршаға пайдалы мағлұмат болды. Нөмірге сұрау иесі. Здравствуйте. У меня вопрос к вам. Что вы думаете про технологии Web 3.0? Недавно появились. Меня бы хотелось узнать ваше мнение о опытных бой. Bulma Web3 деген өз көп адам білмеуі мүмкін, бірақ жаңағы блокчейн, крипто, Web2 деген Web
вебтік өз рауажналу этапларға бөлінген. Бірінші этабы тек біздер оқитын едік. Интерактивный емес та сайтлар. Тек оқитын едік, сайтларды ашып Google, Yahoo статистика сайты. Ал Web2 уже динамичный. Ол жерде біздер данныйымызды береміз. Мысалы Facebook, Google, кейінгі шқалар, кейінгі социалды тармақлар. Олар Web2 болып есептелген. Web3 деген уже ол блокчейн солар араласқан заттар, крипто. Мен өзіме мнениемді айтатын болсам, hamma уақыт қолапатлаймын. Har қандай таза технология меніңше hamma уақыт жақсы болады. Bir жерде тұрып қалмау керек. Стагнация деген ең жаман заттардың бірі. Сол үшін эволюция болған жақсы. Ал мысалы өз криптоға көп қызығып жүріп уақытлары. Биткоинлар $20,000 уақытлары. Бірақ потенциал көп. Мен қатты қалередім, мысалы көп ақша жіберу, солардың шоуланатын адамдарға, мысалы нөкіске ақша жіберген уақытлар, банкке барасың, бір сағат күтесің, қаттыға уақыт көп алатын заттар, меніңше банк деген заттар уже керек емес болып қалу керек. Егер Web3 рауажданса, банктарға орынламайды деп ашты. Мен максимум адам көбейген сайын, ол жерде қателерім көбейеді. Мысалы, машиннан 5 пилотный машиналар шығып жатыр. Мысалы, авариялардың саны азаяды егер адамдар болмаса. Себебі олар роботлар, олар арақ ішпейді, олар ұрыспайды, ашуланбайды, эмоцияға ондай берілмейді. Әмме зат безопасный болады. Банкте де сондай, адам араласқан жерде коррупция болады. Адамдар пулдар жеп қойуы мүмкін, банктер сенімсіз, айрым банктер, мысалы, айрым банктер не. Сол үшін технологияға көплеу орын бере берген, меніңше мен қатқа қолдап қуатлаймын, өзім IT тарауынан болғаннан кейін, мысалы, меніңше бұл жерде отырған банктерскілер олар қолдап қуатлауы мүмкін, қолдап қуатламауы мүмкін, бірақ дүние рауаждануы тоқтамау керек. Олай даже басқарушылар административный жұмыслардан даже автоматизация болады қазір. Олар жүзде жақсы. А что насчет тогда, смотрите, если год за годом технологии заменяют людей, через решение самостоятельно тоже год заменили других людей, только и а что будет тогда с людьми? На связи лично. Адамдар жұмыста болмайтын жағдайда. Маған ұнайтын сұрағыңызды бірақ. Мен көп көретінім, мысалы, Сеулда жасағанда, бұл жақта да любой жәмиетте көп көремін, адамдар өзіне ұнамайтын жұмыстарды істеп жүрді көп адам. Жұмысқа барады, азында будильник шыңғырлайды, қаттыға қапа болып, барады, үйлерің өрсең, аяп кетесің, мысалы. Көп адамның өзінің ұнайтын затын істеп жатқан жоқ та. Бірақ технологиялар сондай дәрежеде күшті, производительності көтереді, 100 есе, 10 есе көтеріп жатыпты да. Ал олар адамдарға не береді, достық береді, һәм имканият береді, уақыт береді. Қазір Universal Basic Income деген таза концепциялар болып жатыпты. Мысалы, адам болсаң болды, уже саған айлық төлеп кете береді. Социальный плата дейді. Ал ол сіздерге не береді? Қалеген адамдар жұмыс істейді, қалемеген адамдар үйінде жатып, телевизор көріп жата береді. Өйтіп зорлап, өзі зорлап, жұмысқа барып, ұнамайтын затын адамдарға да құр негативный энергиясын беріп жүргеннен гөрі, лучше үйде отырған жақсы олар. Технология сондай имканият береді біздерге. Ал және бір көпшілік жағдайды көреміз, жұмыс оқуды біткереді, ақшасы жоқ, үйінде ауқат табу керек, сол үшін адамдар алдына келген жұмыс істеп кете береді, басқа да жоқ. Может, олардың жаңағыдай страсты ма, жаңағыдай IT-ға қызығушылық, солар туралы айттық. Мысалы, әммеде IT-я мысалы әммеге емес, экономика әммеге емес. Сол үшін эксперимент қылуға имканият береді адамдарға. Мысалы, адамдарға жаңағыдай пұл келіп тұрса, қалесе банк істеп көреді, қалесе мұғалім болып көреді, қалесе ананы көреді, мынаны көреді. Главный адам тоқтамау керек те, өзінің мұхаббатын таумағанша, сондай тоқтамау керек. Ассалаумалейкум. Аудитория. Қысқа сұрау бар. Қазір айтасыз, қазіргі банк жоқ болып кетеді, немесе банкер жоқ болып кетеді. Енді біздер бэкэнд, немесе фронтенд, IT-дің ең таралған, кең таралған Android девелопментті білеміз. Осы тараулар, соны интернетте көріп жатырмыз ғой, сурет істеп шығып жатыр өзіне өзі, немесе кітап жазып жатыр, сондай нәрселер көріп жатырмыз, веб-бестселлер болып жатыр. Ал соны интернет, фронтенд, бэкэндті үйреніп, немесе Android девелопментті үйреніп, өздері проект жарата алатын
адам факторы бәрібір фронт-энд, бэк-энд, андроид деген отырыққа мен IT-дің өзіне адам фактор керек болып тұра береді. Қанша уақытымыз қалды, қопал қылып айтқанда. Әмір қойың бол. Қазір астанам егер жасалма интеллекттің рауажлану темпі жүдә жоғары қазір егер ең ақырғы шыққан технологиялардың біреуі OpenAI деген консорциум, ChatGPT деген бар. Өзі адамның адамның сөйлегенін компьютер түсіну ең қиын мәселелердің бірі. Себебі мысалы компьютер түсінетіндей қылып жазу үшін программист керек. Мысалы мынандай қыл, кейін одан кейін мынандай қылғанасы мынандай қыл керек. Сол программистердің жұмысы. Бірақ адамдар егер сол компьютерменен тікелей любой қалеген адам байланысып өзінің қалеген жауабын ала алатұғын, бұл жүдә бір үлкен бір имканият жаратады. Егер істетіп көрмеген болсаңыз, істетіп көрсеңіз болады, жүдә таңғаларлық технология десе болады. Мысалы, бір тема бойынша соның не зат бойынша жазасыз. Мысалы, климат өзгеру бойынша маған бір шығарма жазып бер десе, бір 5-6 параграф жазып береді. Сол хақында толық. Емаса, енді ол апуай мысалы. IT-ге байланысты, мысалы, бір проблеманы, мысалы, программирование бір мәселені жазсаңыз, сол мәселені шешіп береді. Мысалы, кодынан жазып береді. Кодынан жазғанда, мысалы, бір-екі жерде оптимизация қылынбаған болса, кейін давам етуге болады да. Кейін сол мысалы оптимизация қылу керек болса, оптимизация қылып бер десең, сонан оптимизация қылып береді, кейін түсіндіріп береді, ізбе қалай, не үшін бұл қаяқтан келіп шықты, әрбір этапы не зат бар болады. Сол үшін өзінің General AI деген бір түсінік бар, бұл ұлымал. Қазіргі көпшілік жасалма интеллект бұл қайсыдыр тарау бойынша тикарланған. Мысалы, Natural Language Processing дейді, емаса жаңағыдай айтқандай суретлерді басқашалау, мысалы, Lens AI дегенлер бар, Prism дегенлер бар, мысалы, басқашалау. Бірақ, мысалы, сұрау болу мүмкін, сол әмме затты шеше алады жасалма интеллект болады ма, қашан, егер болса, қашан жетеміз деген. Меніңше бұл ашық мәселе, оны ешкім білмейді. Оның екі тарапы бар. Біреулер айтады, ол адамзат үшін бұл катастрофа деп айтады. Олар келсе, уже әмме затты біздерден жақсы десе, біздердің пайдамыз жоқ, сол үшін оптимизация болып, біздер жоқ дегеніміз. Екіншісі айтады, ол адамлар тек не зат айтқан болса, тек сол бойынша емаса, сондай бір қандайдыр условиялар қойып, тек сол бойынша рауажланады деп неғса, адамдармен бірге рауажланады деген ойлар бар. Сол үшін анық айту қиын, қашан келеді ол уақытты, оны ешкім білмейді. Бірақ сол технологияның рауажланып отырғанларын көру жүдә қызық, қайсы дәрежеге жетіп жатыр. Енді жаңағы программистлер back-end, front-end, Android деп айтылды. Астанам әзір егер білсеңіз, Copilot деген зат бар. Мысалы, код жазып отқан уақытта тек комментарий жазасыз, кодын өзі жазып береді. Енді ол 100% дұрыс болмауы мүмкін, бірақ көпшілік жағдайларда, мысалы, мағлұматлар базасынан бір қандайда информацияны алып, соны басқаша форматта өзгертуді, соған ұқсаған API мысалларды өзілер генерировать етіп береді. Сол жағынан программистлерді әдеуір эффективный болады. Енді қалай тәсір етеді әзір программистлерге? Егер тек жүдә апуай затлар қылып жүрген программистлер үшін жаман зат. Себебі олардың затларын уже жасалма интеллект қылып береді.
ал сол үшін ilajı барынша әрдайым үйреніп жүру керек. Мысалы программист болып, Android'ті жақсы білемін десең, мысалы бэкэндтан басқа жерден и ұлма технологияның қалай рауажданады, қайсы тарифлер, сол жақтарынан хабардар болу керек деп ойлаймын. Өзін постоянно рауажданады. AI-дан сәл алдында жүрміз керек. Сол, есімізді бүгінгі сұрақтан алуға үміттеміз, кейін сұрау өтеміз. Ассалаумағалейкум. Рахмет біріншіден келгеніңізге. Енді білемін, Атабек, сіз Википедияны қаралпақша вариантын істеп шыққаныз. Сонда. Сіздерде сол еліміздің Қарақалпақстанның рауаждануына қандай перспективада проекттеріңіз бар ма, идеялар бар ма, рауажданған дәуірде? Википедияны енді істеп шықтым деп айта алмаймын, бірақ андай бір инициатор бар еді, соған мен қосылып, сол қалпақша Википедияның қалпақ тіліндегі бөлімі қосылуына үлес қостым, бірақ ол ұзақ уақыт болды, 2008 жылы шығады. Ondan басқа, оны мен бос уақытымда сондай әрқилы сол Қарақалпақстан халқына пайдасы тиетін проекттерді істеп тұруға әрекет етемін. Мәселен, программирование істеп жатқан уақытта бәрібір бір таза технологияға тексеру үшін қандай уақыт таза технология шығып тұрады да. Оны жұмыста тексеру имканияты болмауы мүмкін. Ол елі таза, ол елі сыналмаған. Сол үшін мен әдетте сондай pet project дейді, английшеде өзі персональный проект, жеке проектлер, сондайларды қылып тұратын едім. Сол уақытта мәселен ойлайтын, не қылсам болады? Құры бір проект істесең болады, бірақ ол кейін қалып кетеді, сонымен ешкімнің пайдасы жоқ, ешкімге құры енді дұрыс бір зат үйренсең, бірақ бәрібір оның практически еш несі жоқ. Содан кейін ойладым, оны аз-маз өзгешелеу болсақ, мәселен, оны құрдан бір проект істеп тастап кетпестен, оны біреуге пайдасы тиетін проект қылсақ қалай болады деп, сол мәселен Шағалалап деген не дейміз оны инициатива шығарып едім. Айыз екеуміз істедік. Ода бір 3-4 проектлер бар. Кітапхана.com сайт бар. Кейін Android'та бір 3-4 приложениялар бар. Енді қазіргі уақытта дұрыс онша оларды не болуға уақыт болатқан жоқ, онша, бірақ сондай мақсатте солар шығарылған. Меніңше клавиатура ең көп пайдаланатын сол шығар, Қарақалпақша клавиатура. Енді меніңше көп қылуға болатын затлар. Енді бірақ сол уақытқа қарап әрекет етіп көреміз. Инициатива берсеңіз болады да содан. Проектіңіз болса жастарға инициатива берсеңіз болады. Енді меніңше жаңағыдай біздерден күту шарт емес, қалеген адам өзі қандай да проблема көрсе, оны өзі шешуді қарекетінде қылса болады. Енді мәселе маслихаттар керек болса, біздерден көрсе болады. Ома андай жаңа проактив деді ғой, яғни проактив болу керек та, өзі сол проблеманы көрді ма, соны әрекет етіп көру керек. Бәлкім шеше алмайтын шығар, бірақ хотя бы сол басты бірінші қадамды қойса, бәлкім кейінгі келетіндерге аңсатпауға болатын шығар. Сол үшін меніңше андай әрбір адам қызығушылар сондай не болу керек та, өздері әрекет етіп тоқтамау керек. Меніңше сол. Және бір қызық уақиға, негізі Атабекпен танысқанның себебі Википедия еді. Себебі кішкене сол Википедияға барым алып, ол Қарақалпақша молодцы адамға істеп жатыр екен деп мен жәрдем бергім келді. Бірінші екеуміз сөйлескенбіз, біздің жазған имейлі. Қалай жәрдем берсем болады деп. Сол моментте келіп айтатығым, мысалы көп біздеге де айтады адамдар, қалай айтыға берсем болады деп. Көп сұрау, бірақ көбісі қалай, біреулер бар, даже тек қалай істейді, оған ассалаумағалейкум, қалайсыз? Меніңше эффективныйлау коммуникация қылудың жолы, сол жағдай уже проект істеп жатқан болса, қалай жәрдем берсем болады деп сөйтіп жақынласып алған, аңсатылау һәм екі жаққа да win-win дейді ғой, екі жағын ұтатығын мәселе болады.
Кандай сұрағына ілтимас етіп қалар едік, сұрау үзбездігіне қарағанда. Ассалаумағалейкум, президент. Контент қызығынан сұрауым жаңағы сүни интеллектіған стартап видеолар бойынша бір-екі сұрағым бар еді. Біріншісі, сүни интеллект айтқанымда, сүни интеллект туралы айтқанымда, не қылдайды? Мен естім, мен ақыры ChatGPT деген уже қайран қалалық дәрежеде жеткен, даже код жазып бере алады, фигмада дизайлар сызып бере алады. Сүни интеллект енді уже жоғары десе жетіп жатыр, программисттерге жұмыс оңай қылады деп ойлайсыз ба? Уже мен содан екінші сұрауым, Қазақстан моментінде қандай лаксына видеолар істесе? Бірінші сұрау. Жаңа айтып өттім ғой, жаңа диплом керек па деген сұрау. Соған байланысты болады да ол. Жаңағыдай тек біреу қазіргі уақытта жаңа айтқандай тек мысалы А-ны қыл десе А-ны қылып, Б десе Б қылатын жаңағы адамдар уже орнына автоматластырылып жатыр да, көп затлар. Ал А-ны қыл десе не үшін А-ны қыламыз? Может, А емес Б қылғанымыз жақсы деген дейді. Сондай өзі логически ойлағандығын полный контекст есепке алып ойлайтұғын адамдар бәрібір автоматизация қылына алмайды да. Сол үшін сол затларға тұра беруді әрекет қылды деп ойлаймын. Мысалы, мен өзім әдетім негізі компания тикар салу нұсқада меніңше үлкен үлес қосқан бір характері десем болады. Черта характері дейді. Мен көп басқа тараудың адамдармен қатынасуға әрекет етемін да. Бірге давай кофе ішейік, шай ішейік. Қандай проблемалар бар? Может, IT-мен қалай шешім пайда етсе болады? Нетворкинг дейді ғой, адамдармен қатынасуды елді күшейтуге. Себебі адамда көплеу контекст пайда болады да, қанша сырттың адамдармен сөйлессек. Сол үшін IT-дің адамдармен онша даже қатынас жұмыстан тысқары тек басқа тараумен әрі. Даже қосқыштыларменен, жақында бір магазині бар, біреу бизнесмендермен танысып, қандай оптимизация қылсақ болады деп. Солармен бірге істесуге, мысалы Джастин деген біздің партнерімен бірге тикаршысы, бұл негізі финанс тарауынан айтты. Оның проблемалары, одан алдым бір оқуға кіргізуге жәрдем беретұғын жаңағыдай Гарвард соларға балалар даярлайтын бір бизнесмендермен танысып жүрген Кореяда. Ұлыма айта жағым, сырттан контекст алып, соған решение тауып беретұғын бәрібір IT жаңағыдай жасалма интеллект әзірше көп 10 жылдықта анық шықпайды ол зат. Қатты қиын зат та. Әмме жақтан ойлайтын адамдардың психологиясы қандай. Олар тек давай мынандай сайт қыл, олар сұрайды не үшін, әммесін конкретно айту керек. Ондай адамдармен істесу, ондай адам болып қалған сірә қаттыға апасына. Тек көп адамдармен істесіп көрдім, өзім программистер. Біреулер бар, бір типтағы жаңағыдай программистер. Қай жерді не қылайын, кнопкасын қайтып қойын, цветін қайтып қойын, әммесін сұрай береді. Ал бір программистер бар, айтаман тек, короче, проблема мынандай, решение тауым болды. Решение тауып, әмме затқа есап, дұрыс сұрау беріп береді ғын. Мысалы, жасалма интеллект, әзірше сұрау бере алмайды. Тек не қыл десе соның қылады болған. Ал қайтама обратно вызов беріп, адамдармен істесіп білу, жаңағыдай soft skills, адамдармен қалай істесу. Мысалы, жасалма интеллект біздердің орнымызға келіп деп отыра алмайды, біздерде энергияны бере алмайды. Сөйлеп білу, адамдармен аудиторияның өзіңе жәмлеп білу, сондай соларды жетілсе беру керек, что басқа айтишниклердің жоғары жүру үшін, жаңа жасалма интеллекттен жоғары жүру үшін. Екінші сұрау, Қарақалпақстандағы совет бере аласыз. Көп адам сұрайтын сұрау, сол қандай идея бересіз? Меніңше қайтама біздерге берген ең қате, себебі біздер Қарақалпақстанда өз арасында болып кетеміз. Біздер қандай проблемалар бар, жергілікті халықтың қандай проблемалары бар, жүда қиында бәрі. Сол үшін біздер обычно қалай стартап деген қалай бастанады? Бірінші проблемадан бастайсыз. Идеядан бастаған вообще қате болады. Мысалы, Apple, iPhone, компьютерлер қалай бастанған? Компьютерда адамдар бизнесмендер емаса жаңағы сток трейдерлар
акция алып сатушылар солардың проблемасын тек шешіп берді болған. Телефон деген шешіп проблема шешеді. Мысалы, Ташкенттегі бір адаммен сөйлесу керек, не керек маған? Телефон керек. Проблема бірінші басынан кейін оң орнына соған решение, шешім пайда болады. Сол стартап қонысында. Жауап үшін рахмет. Микрофон бізде тікелей эфир кетіп жатыр, Барбара. Сұрағым тікелей Азиз Мұртазаев болды. Киберқауіпсіздік бойынша гәп болды. Мен өзім киберсауда тарауында оқып, бүгінгі күнде киберсаудамен шұғылданып деген бұл нәрсе мен үшін қызық. Сіз айтып өттіңіз, илаж болса, әрқилы парольдерден пайдалану керек аппликейшнларға. Енді менде бір жаңа әдет бар ғой. Ерінемін ба, қаламын деп қорқамын ба, көп аппликейшнлар бірдей ID менен пароль пайдаланады. Енді сіз білеміз, Facebook тесттеріңіз, Facebooktың основателі Марк Цукерберг сотқа шақырылады көбінше. Мағлұматларды сақталдықты кім алған. Енді мен сұрай жатқан, егер мен Facebookқа кірген паролімді сіздер көре аласыз ба? Тек қана Facebook емес, қалеген application көріп, менің басқа, мысалы, трейдинг бойынша шоғанатын аккаунтын взломать ете ала ма? Яғылар бойынша өтте мағлұмат берсіңіз. Өзі парольді сақтаудың әртүрлі жолдары бар. Ең болмайтын жолы құр текстпен сақтау. Ол ең апуай қателердің бірі. Қазір хэшинг деген заттар бар. Яғни сіз берген парольді сол уақытта басқа бір функцияменен басқаша формат айландырады. Бірақ сол форматтан обратно текстті алу мүмкін емес. Сол үшін, егер өзін құрмет ететін компаниялар болса, сол хэшинг деген заттан пайдаланады. Хэшинг деген қандай да математический функция. Сол кіргізуіне пароль болады, шығуында қандай да символдар болады. Сол үшін, олар сіздердің пароль білмейді, олар Facebook болады ма, любой енді қалай взломать ету сондай заттар. Жаңағыдай, егер оның жолдар көп, технический жоллар бар, не технический жоллар бар. Мысалы, социальный инженерия деген термин бар. Егер мысалы сізге біреу социальный инженерия дегенде сіздің пароліңізді сіз білместен алу емес, сіздің өзіңізден алу, сізді алдастырып сізден алу. Мысалы, айту мүмкін, мен банктен мен сіздердің пароліңізді өзгертуім керек, сол үшін алдын пароліңізді берді дегенде. Ол заттарға адамдарда уже реакция пайда болу керек. Себебі ол заттар не үшін ол зат сұрап жатыр, егер олардың системасында бар болса деген сұрауға беріп, подозрение болу керек. Мысалы, қазір көп естіп жатқан, банктен сонша миллион ұрланды, счетынан деп. Енді ол үшін системалардың өздері құрамы сол заттарды есепке алу керек. Даже ең апай мысал, Humo деген карта, Humo өз карта соларды онлайн төлейтін болса, басқа Visa, MasterCard-лерде андай 3 цифралық CVC деген код болады. Оларда жоқ мысалы. Оларда тек соны кіргізеді. Енді әзір факторный аутентикация дегендер бар. Мысалы кірген уақытта SMS кіреді, соны кіргізу керек. Жаңағыдай социальный инженерияда сол заттардан қылу мүмкін. Мысалы, мен әзір зат қылып жатқан, маған келген пароліңізді маған беріп жіберді дегендей. Олам алдап суммасын шешіп алу. Енді оның меніңше адамларды үйрету керек сол заттарға. Яғни сондай қауіп бар, сол үшін сол заттарды эфир беру керек. Сол меніңше егер қосымша сұрау болса. Ассалаумағалейкум. Менде сұрау бар еді. Ассалаумағалейкум. Атым Имамадин. Қазіргі күнде әмме жасқа сұрау беріп жатыр енді. Әмме саз сол жерде шыққаннан кейін көпшілігінде курстар аталған кәне болмауы мүмкін. Бірақ әмменің үйінде Wi-Fi бар да. Мәселен, мен жұмыстан, үкіметтің жұмысына істеймін. Келеміз, тек
кино, сериал қызға хамесі. Енді YouTube'да блогерлер бар, өзінің пайдалы дүниелерін ұсынысатын. Қандай блогерлер білесіз? Мәселен, ол английша тілінде болсын, бәрібір балада зрительный память деген болады да. Қайсы сайттан қайыққа кірді, һәм сол арқылы үйде people басқамыз білініп алу. Және бір бала менде ұсыныс беріп машқала бар деді. Мәселен, өз қаласында 300 мың халық бар. Біздерге ең машқала бұл стоянка. Менде сонда бір идея бар. Егер сол стоянкаға кіретін маршруттарға пул жинамастан, сол дамасы өткен жерге асфальтқа бір сенсорный құжат қойып, сол өткен кезде ақшаны алып қоятын. Бұл стоянкадегі ең главный машқала. Сіз машқаланы іздемең, халықтың ішінде машқала көп. Мәселен, асфальт, стоянка өзіңіздің. Стоянканы кеңейтпеу керек, тек оны оптимизация қылып, соны жарату керек. Мәселен, қазір Технопласта көп оқушылар біткелі жатыр, бірақ оларда білім бар, халықтың ішінде жоқ та. Мәселен, маршруттарда жүрсе өзі біледі. Мәселен, радиоға қатынайтын. Мен өзім бір идеям, бірақ мен программисттен хабарым жоқ, бірақ қызығушылық бар. Асфальтқа сенсорный бір зат қойып, har namaz өткен кезде бұл пулды нақ емес, сол намаздың бір чипіне қылып суырып алу. Бұл стоянкада іркілісті алдын алады. Жаңағы бірінші сұрағым бұл ютубер. Қандай бесплатный үйренсек болады бастаңғыш білімдер? Рахмет алдыңдар. Енді juda көп YouTube'da информация. Енді мен қазір ойыма келгендерден енді мен инглиз тілінде көремін, себебі сол қалай курске шақырып келген бар, in a nutshell деген бір. Әрқилы темаларды анимацияменен түсіндіріп береді. Мысалы, экономика қалай, мысалы банк қалай істейді, немесе миграциялар қандай. Енді өзіме мысалы IT-ден тысқары жаңағы назардан өткендей, тек IT емес, басқа сұраулардан қызығып, мен қалай думадым. Дүниядағы затлар қалай істейді, сол затларға қызығып, сол затларды білуге сондай канал бар. Меніңше ондай каналдар көп. Енді IT бойынша ондай каналдар жүдә көп. Олардың ішінде меніңше Khan Academy деген бар, естіген болуыңыз мүмкін. Khan Academy'де жүдә апуайы қылып түсіндіреді қалеген тема бойынша. Сол пайдалы деп ойлаймын. Егер балаларға үйрететін болса, сол арқылы көрсететін болады. Сол YouTube'да ізбезілген бар, сол плейлистке қойғандар бар. Мысалы, математикада қайсыдыр темасын онша тартылмай жатқан болса, сол бойынша қойып көрсете алады. Жақында өзбекшесін шықты оның, орысшасы бар, көп тілдері бар. Сол, екінші сұрау стоянка, сол бойынша. Енді сіз айтып жатсыз, осы зат проблема деп. Ол заттан сіздің ойыңыз сол. Оны адамдардан фидбэк дейді ғой, отзыв алу керек та, астынан проблема деп. Сол үшін, егер мен сол зат қылғанда, бірінші, сол адамдар арасынан сол проблема екенін түсініп, соны біліп, кейін қылуым керек, қылатуым еді. Мысалы, әрқилы жол бар стартаптардың басталған. Сол, біреулер ойлауы мүмкін, ал бір жыл бір заттың үстінде істеймін, кейін шығарамын деп. Бұл уақытқа дейін ол актуаль болмай қалуы мүмкін. Ямаса сіздің ойлаған идеяңыз дұрыс емес болуы мүмкін. Мысалы, ол зат проблема емес болып қалуы мүмкін. Сол үшін ілаж барынша кірттей өзгеріс кіртіп, соны тест қылып, тест дегенде адамlardan сұрап, ямаса кішкентай бір 5 машина парковкаға сол зат қойып, мысалы. И адамдар үйретіп, растанам не затлар қиын болып жатыр бұл жерде, сол затлар тексеріп көрген болады. Кейін соған қарап, адамlardan проблемасы, проблема деген уақытта сол затты проблема есілған ой. Сол, даже әмидан есіп, егер басылағанын есіп қалсақ, баста сайтан жоқ, мобайлған жоқ, бірақ WhatsApp-тан пайдаланды. WhatsApp әме жерде бар, әме адамда бар,
Сол үшін мысалы коучлар менен юзерлерді байланыстыра тұрып WhatsApp. Не үшін? Себебі сол зат растаған проблема, соны тексеру үшін сол WhatsApp-тан істетіп көрді. Бір компания, бірінші компанияны істетіп көрді. Мен уақытта істеп жатқан жоқ, кейін көрдім. Сөйтіп бұл зат растаған проблема екеніне сеніп болғаннан кейін уже инвестиция деген сол затқа уақытын ажыратып сайтын құруға уақыт ажыратып. Сол үшін сондай итеративный процесс дейді. Сол үшін сол затларға айтуар беру керек деп ойлаймын. Насчет платформенной разработки, есть ли будущее в этой сфере? Заменит ли она в будущем нативную разработку? Может ли заменить она? Бәрібір адамларға мүтеж болады. Бәрібір андай толық андай өзіне өзі істейтін роботтың жасалма интеллекттің елі шығуына уақыт бар, біраз уақыт. Сол үшін меніңше қазір бұл хақында мен қайырмасақ болады. Елі уақыт бар, сол үшін білмелер бұл тарауды Кросс-платформа емес сұрау? Түсінбей жатқан сұрау. Енді бұл мобильный не бойынша да сұрау. Перспективасы. Кросс-платформа, оның керек андай пайдалы жерлер бар. Мәселен, компанияларда ресурс болмауы мүмкін да. Мәселен, сол JavaScript фронтенд разработчиклер бар, андай мобильный приложение қылу керек. Сол уақытта мәселен React Native пайдаланса болады. Болмаса, Microsoft-тың өзінің Xamarin деген бар. Ол мәселен .NET разработчиклер бар, бірақ андай мобильный, андай native мобильный нені алуға уақыт жоқ, оңға қиын, қымбат. Сол үшін сондай шектеулер болған уақытларда меніңше пайдасы бар да, яғни оның өзінің базары бар, пайдаланатын жерлері. Бірақ бәрібір сол native дейміз ғой, мәселен Android бар, iOS бар. Олар меніңше елеге ешкім жоқ болып кетпейді меніңше. Себебі бәрібір кросс-платформа бәрібір не қылады, сол мәселен JavaScript-те жазылған React Native бәрібір Android-тың өзіне аударып береді. Сол iOS-ке аударып береді. Ол тек ортадағы бір не да, посредник. Оны тек ананың кодын айландырып береді. Ол бәрібір болу керек та. Болсыз бұл неменен керек жоқ қалады. Сол үшін меніңше несі бар, жаңағыдай онынан пайдаланатын жерлері бар, бірақ native бәрібір елі болады. Біздер React Native пайдаланамыз, не үшін? Біздерде тек бір мобиль разработчик бар. И тез сол затларды тексеріп көру үшін біздерге және бір мобильный разработчик алу біздер қымбат болады. Сол үшін қазіргі состояниесінде біздердің проблемамызды шеше алады. Енді екінші мысал, native мысал, не үшін native керек болады. Facebook'та жүдә құрамалы. Егер экранын ашқан болсаңыз, бірінші пост қоятын зат болады, одан кейін stories бар, одан кейін уже лента бар. Оны мысалы деп скролл қылған уақытта қатпай істеу керек та, әмесі. Оларды егер React Native қылса, оның шегі бар да, олар фреймдроп деп айтады, сол жүдә әстен істеп бастайды. Сол үшін бұл жерде нейтивті пайдаланса болады бұл жерде. Соны оптимизация қылуға болады. Сол үшін екеуі меніңше біреу-біреуін ешқашан жауап кете алмайды, екеуі де параллельно рауажданады деп ойлаймын. Олардың шешетін проблемасы бөлек. Шетелде оқу инсан ретінде, яғни қалиге ретінде тәсірі соғақында мағлұмат бар. Меніңше шет елде оқудың пайдасы көп,
Бірақ сол бірнешеден айтып өтетін болсам, андай жаңағы комфорт зона дейді ғой. Яғни біздер сол адам өзі андай еріншекті адамдар дикарына. Олар сол үйренген андай орталыққа шыққысы келмейді. Сол жерде тек жасай берсе, андай сол жұмысын істеп жүре берсе, андай еш андай қатты бір өзгеріс кіргізбесе де. Себебі өзгеріс бұл не да? Яғни қиыншылық тудырады да, адамдар сол проблема. Сол меніңше андай шетелде оқу жасау farkı жоқ. Шетелде біраз уақыт жасап көру, бұл сол комфорт зонадан шығу дегенді амандатты. Себебі біріншіден тіл проблемасы бар, басқа тіл үйрену керек болады. Екіншіден таза жаңағыдай орталық, адамдар басқаша болуы мүмкін, мәдениеті басқаша болуы мүмкін, ол жерде барған жердің. Сол жағдайына меніңше бәрібір адамды көплеу андай ойландырады деп ойлаймын. Яғни сол алты мәселен ешті ойламайсың ғой, сол жасап жүрген жерінде жүре берсең, солайынша жүре берсең, еш өзгеріс жоқ. Бірақ басқа жерге барғаннан кейін ол жерде уже ойлап тастайсың. Мәселен, бұл жақта мынандай екен ғой, біздерде мынандай еді. Яғни салыстыру имканиятан болады да. Мәселен, оқу системасын алсақ, біздерде мынандай қылып үйретеді, бірақ бұл жақта мынандай қылып үйретеді екен ғой. Бұндай өзгешілікке бар екен ғой. Яғни сол меніңше адамды бәрібір андай көп андай салыстыру, анализ қылуға меніңше жетектейді. Меніңше бәрібір жаңағыдай адам енді адамға да байланысты. Мәселен, біреулер естідім мен андай мысалға Америкаға барып, енді бұл жерде естідім, сондай ситуациялар естідім. Сол жерде мәселен өзінің комьюнити болса, сол жерге барады, тілінен үйренбейді, тек сол жерде жұмыс тауып алады, әйтеуір сол жерде істеп жүреді, 20-30 жыл жасайды, бірақ тілін білмейді. Ондай адамдар болуы мүмкін да. Бірақ мен айтып жатқаным жаңағыдай шет елге шықты ма, демек ол не үшін шықты? Оның құрдан шықпайды, сол демек ол бір зат үйренемен, бір зат көремен, мемлекет көремен. Сондай деп шыққан болса, демек ол өзі қойған мақсаты бар, ол сол үстінде әрекет етіп жатыр. Сол үшін меніңше бәрібір сол шет елге шығу адамның кругозорынан, ғылыма қатарыпымен рауаждануына меніңше үлкен жәрдем береді деп ойлаймын. Бір плюс минусын, бір минусын айтып жүргенде да. Шетелге шыққанның бір плюсы, біздер атырапта жасаған жерде, өскен жерімізде, біздерде өзі лейбл дейді ғой, мысалы бір адамдар не қойып тастады, сен тынышсызсаң, сен ауырсаң, немесе сен һәмбеде біреулер сен жалғаусаң, немесе бір қандай да бір сондай бір характер формироваться етіледі да атырапымызда. Адамдар соны біздерге айта береді. Сол неге қалыптасып, сол неде қаппаймыз да, бірақ шетелге шыққанның бір жақсы жері бізде өзіміз изоляция қылғанбыз да. Сөйтіп мен өз кім болуым керек деп, мен негізі блокнотқа жазған есімде, сол бірінші шыққан уақыттарым, мен Бек деген кім деген, мысалы, жақсы бала, ақылы бала, жаңағыдай спортқа қызығатын адам деп, сол бірінші өзім кім болуымды қалап жатқан, соған қарап жүруге жақсы болады да, себебі ешкім сені күнде айтпайды, даже ата-анамыздан сол қателікті не деді, мысалы бір нелерді ойлайды, содан кейін мысалы нөлден бастауға болады да, қысқаша айтқанда, нөлден туылғасы да, полный. Мен кім бола жатқан, екінші трансформацияға болады да. Бір минусы, сол трансформацияның нәтижесінде пайда болатын минус, ол сіздер даже ағайлы туысқандарыңыз, достарыңызбенен жақласып кету имканияты жүда жоғары, ықтималдығы. Себебі сіз басқа адам болып кетесіз болған. Қайтып келгенде общий тема болмайды, скучно болады, бірге отырған уақытта олардың темасы басқа, сіздердің темаңыз басқа. Бірақ мен оны өзім тайым беріп кеткенмін. Мысалы, мен тайымнан, себебі менің үлкен мақсатларым бар, амбициозный. Солар үшін ол бір пожертвование да, сол жоғалту. Соған IT бағдарына кіріп келіп жатқан адамдар математика жағы күшті болу қаншалықты ахметті.
математикасы күшті болған адамдарға қандай бағдар, жақсы болмаған адамдарға қандай бағдар ұсыныс бересіз? Рахмет. Меніңше математикаға мәселен айтады адамдар, сол мәселен IT оқитын болсаң математикадан жақсы білуің керек деп. Бірақ ол не деп айтатын? Математика ол жерде тек андай не да, средство дейміз ғой, яғни әдетті инструмент та ол. Ол жерде жаңағыдай логически ойлау, сондай заттарды сондай қабілет керек та. Әдетте математиканы білген адам, жақсы білген адам, демек тикарынан көбінесе біледі. Ол ондай логически ойлайтын заттарды біледі деген. Сол үшін меніңше енді неге мақсатқа байланысты да IT-дан тарауы көп қой. Мәселен, хаммеге математика шарт емес. Енді неге байланысты мәселен? Құры өзі IT бойынша оқып па, яғни университетте бакалаврда оқи жатқан. Соларға да байланысты. Мәселен, университетте оқитын болса, енді дұрыс, андай ол жерде курстар болады, сол жерде андай білу, андай курстарды өту керек. Қиын курстар болады, қиын болуы мүмкін, бірақ тикарынан меніңше ондай бір қатты андай шарт жоқ. Мәселен, математиканы ал білмесең, IT-де еш адам бола алмайсың деген. Сол үшін меніңше ол тек андай не да, яғни математиканы білу деген тикарынан ол жерде түсінік, логикалық білімі бар, сондай логикалық проблемаларды шеше алады, сондай да. Егер сол не болса, меніңше ондай шарт емес. Жауап үшін рахмет. Біз енді сұрақ жауап уақытын жұмақламыз керек, себебі меймандарымыздың басқа да режимдестірілген ұшырасулары бар. Әлбетте дұрыс түсінесіз деген үміттеміз. Һәм сонымен бірге жастар алқабы тарапынан меймандарымызға бір мінедаршылық ретінде осы жастарға IT технологиясында, IT сферасындағы ең Қарақалпақстандағы көзге көрінген инсандармен ұшырасу өткеруді бір үлкен мақсат етті. Хамында бүгін мақсатына жетісті. Сіздердің бір жаңа айтып өткендей қымбат уақытларыңызды алып, осы жастармен ұшырасуға келгеніңізге өз minnettarchiligimizni bildiramыз. Жастар агенттігі әрбір IT тарауына болсын, қайсы тараудағы қызығушылығы бар жастар болса, бәріңізді қолдап қуатлауға біздерге келсеңіз, жәрдем беруден шаршамаймыз. Сіздерге де алдағы жұмыстарыңызда тасқын табыстар тілейміз. Бұл адамдардың уақыты расы қажетінде де бір қымбат болып тұрыпты, себебі қолға ұстау қиын адамдар болып тұрыпты. Жаңа қазір содан шығып болғаннан кейін президент мектебіндегі білімді жастарымызбен ұшырасуды өз алдынан ниет еткен. Сол уақыт тауып келгеніңізге рахмет. Хамында Технопост жастар істер агенттігінің minnettarchilik bildiradi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasында жастар арасында IT тарауын рауажландыруда өз жұмысыңызды пыдайлықпенен алып барғаныңыз, білім һәм тәжірибеңіз, сондай жаңаша инновациялық идеяларды IT тарау үшін рауажландыруда жұмсап отырғаныңыз үшін Атабек Мұртазаев сыйлықталады. Және сол темада Бекназар Абдыкамал. Азиз Мұртазаев. Талғаттығым. Бүгінгі ұшырасудағы мақсат тикарынан, ең тикарлы мақсат, түп мақсаты міне сол Қарақалпаққа белгілі 3 жігіт айтишник өзіміздің хауамызды искелеп, суымызды ішіп өскен. Даже біздер қатарлы ғой енді, біздердің уақытта вообще IT-дің ай деген харбан жоқ еді. Соның үшін үшеу болмасам жерде 10-100 болып кетеді уақытта. Мен сенімен анық мына залдың ярымы құда қаласа бір 5-6 жылдан осындай болып отырады. Себебі IT президентіміз өзі күшті сағанда IT-ді рауажландыруға, IT паркілер салып жатырды. Давай ақша жоқ па оқың деп жатырды. Компьютер жоқ па алың деп жатырды. Һәм имканиятты беріп жатырды. Енді құда қаласа ол 5-6 жылдан 10-100 болып отырады Қарақалпақтың атын шығарып. Енді және бір айтатын затым, мысалы жаңа проблемадан стартап деп жатырды, проблема деп жатырды. Проблема тауын деп жатыр, бұл жігіттер, аймақ жігіттер ғой енді. Сол маслихатын
Anavat Kağan'ın hem bazar stoyanka meselesini koyduğunda ilk dikkat mesele mesela bazara varsak kasbik deydi. Tığız vaktinde açıktan bunu problema. Dursa sonra bizlerden IT-şlik bağlar problemanı şeşude ürünümüz gerek. Hem birleşu gerek. Hükümetke yardım vermemiz gerek. Bunu kalay şeş alamız. Qanday приложение islew gerek ba? Adam nerede köp dep, ana telefonuna жазып, anaqdan baru gerek ba? Bunaqa marşrut jibering dep. Сол кезде халыққа бұл IT-дің пайдасы сіңу керек та, көріну керек. Құрдан бір оқи берудің пайдасы жоқ. Тұрмысқа енгізудің уақыт келді да. Соның үшін міне проблема бар, стартапшылар стоянканы как положено қылып, ұлыма адам күтпейтін қылып, даже Wi-Fi-лармен тәмінлеу керек стоянканы. Мен ұсынысым, үкіметке сіздер ұсынсаңыздар, меніңше ол мақсат мақсат болып, үкіметтен қуанып қалады деп жастардың барына шүкір деп. Енді кішкентай сіздерге мотивация берген болсақ, міне живой сіздерге легендаларды көрсетіп тұрған болсақ, біздер қуаныштымыз. Сіздер сондай өзіңіздің духыңызды түсірмей, сондай ауаны ішіп отырған адамдар сіздер істеп жатыр. Демек сіздер істей аласыз. Сіздер істей аласыз. Қайта сіздер бұл ағаларыңыздан бұрын бастадыңыз. Кішкентайлар бар көп ішінде. Соның үшін мақсатымыз сол. Егер де қандай да бір көзіңізде лампышкаңыз жанған болса басыңызда, біздер қуаныштымыз. Біздер кішігірім бір естелік үшін салғанымыз бар еді. Табанымыз болса Хабиб Нурмагомедов мынандай шөгірмені киіп жүреді ғой, неге барғанда. Сондай бұл шетелде жүретін жігіттер өздеріміздің міндей қалпағымызды қарауға шетелде сол қалпақты киіп, міне Қарақалпақ деген міндет бар, сондай Өзбекстан Республикасы деген дияр бар, көзді Гөшабар деп айтып жүресіздер. Бүгін енді соңғыларда көп уақыт болмады, себебі айтқандай жаңағыдай уақыт деген мәселе бар. Шетелде уақыт деген вообще проблема, бізде проблема емес, енді уақыт деген проблема. Соның үшін өзір сұраймыз, сораулар деген алған болса, бізге қағаз формасы жасап, біздер личкаларына тастауға әрекет етіп, жауап беруге қолдан келгенше әрекет етеміз. Диққатыңыз үшін рахмет, басқа пікірлеріңіз болсын. Ұлыма түсіріп жібереткенбіз бұяқта,